Қайырлы күн, достар. Менің аты жөнім Әсем Бұқай. Мен бала тәрбиесінде 15 жыл тәжірибесі бар маман. Жалпы кванттық физикада болсын, психологияда болсын, миға серпіліс жасамаса, ми жаңа нәрсені қабылдамайды деп айтып жатады. Сол жайында айта кетейін деп тұрмын. Жалпы бала тәрбиесінде адамның бала тәрбиесінде болсын, өзін тәрбиелеуде де болсын, бір жаңа нәрсені қабылдау үшін адамның мысалы мидың құрылысын біліп алған жөн. Ми екі жақ шардан тұрады, оң жақ және сол жақ болып. Оң жағымыз біздің шығармашылыққа жауап береді, сол жағымыз күнделікті есептеу, күйбең тірлікке жауап беретін сол жақ миымыз екен. Оң жақ миды сол қолымызды дамытқан кезде оң жақ ми дамиды да, сол қолмен жазып неткен кезде біздің оң қолмен жазған кезде сол жағымыз, сол қолмен жазғанда оң жақ миымыз дамитын болады екен. Ал екі мидың арасында байланыс құрған кезде біз бірдеңені тез қабылдап алуға, жаңа кітапты да жылдам оқуға, бір ақпаратты жылдам қабылдап алуымызға осы біздің жаңағы зейін зердеміз ашылуына осы екі мидың арасында байланыс орнағанда нетеді екен. Жалпы біздің оң жақ миымыз қай кезде дамиды? Оң жақ миымыз бізде екі қолмен сурет салғанда, не болмаса нейрожаттығуларда соларды жасаған кезде, және кванттық физикада анау-мынау бүйту керек, сол жақпен бірдеңе жасап көру керек дейді ғой. Мына моторикалар дамыған кезде мидың құрылысы жақсы жұмыс жасайды. Жалпы адамның миының екі жарты шардан тұрады, оң жақ және сол жақ болып. Адамның оң қолмен жазған кезде сол жақ жарты шары жұмыс жасайды екен, сол жақ бөлігі. Ал сол жақпен жазу бірдеңке жазсақ, оң жақ бөлігі дамиды екен. Содан кейін екі мидың арасында байланыс жасау үшін біз екі қолмен жұмыс жасауымыз керек. Қазір оны аяғында түсіндіремін. Жалпы балалардың мысалы екі жақ миының, жалпы кішкентай балалардың оң жақ милары дамыған болады. Өйткені олар сол жақ пенде ручканы мысалы ұстап, әрқалай сурет салып бояу жәнегі түрлі түсті мультфильм көрген кезде біздің оң жақ миымыз дамиды екен. Содан кейін бастауышқа дейін бала оқығысы келмейді, жаз анау-мынау дейді. Олар өйткені креативқа бейім болады. Оң жақ ми креативқа жауап береді. Ал сол жақ миымыз біз жаза бергеннен логика, есеп шығару, жаңа күнде біздің ақша санауымыз, тірлік ойлау, соның бәрі сол жақ ми жауап береді. Өйткені біз немнеге дейін бастауышқа дейін бала сурет салады, соны бастауыштан кейін сурет салма, ол ештеңкеге қажеті жоқ, мультфильм көрме, сабағын қара, жаз оқы дейміз ғой. Сонан кейін оның жазып оқығаннан кейін сол жақ миы дамып кетеді екен де, жоғары кетеді екен де, ал мына оң жақ миы қалып қояды екен. Қазір сіздердің де солай, өйткені сіздер оң жақпен жазасыздар, сонан кейін оң жақ миларыңыз дамып кеткен, сол жақ ми қалып қояды екен. Оң жақ ми қалып қояды да, сол жақ ми дамып кеткен. Өйткені сіз мына жақпен ручканы ұстаған кезде мынау дамиды, мына жақпен ұстап мынау дамиды. Кейбіреулер солақай ғой, олардың мына жақ милары дамыған. Екі мидың арасында байланыс болған кезде біз жаңа ақпаратты қабылдауымыз, есте сақтауымыз, бір жерге зейінді қоюымыз, жаңа зейін зерде деп ана жолдан бері айтып жүрмін, солар дамиды екен. Ал енді ол үшін осы екі мидың бөлігін бірге дамыту үшін біз не істейміз? Нейрожаттығулар бар, әртүрлі нейрожаттығулар бар. Мынандай екі қолмен нейрожаттығулар, мынау жұдырық, алақан, қабырға деген. Жұдырық, алақан, қабырға. Балаға осыны жасату керек. Жұдырық, алақан, қабырға. Қабырға дегенде былай істейсіз, жұдырық дегенде былай, алақан дегенде қоясыз. Столға да істеуге болады, балалар тарсылдап жасаған жақсы көреді. Одан кейін окей, шынашақ. Окей, шынашақ.
окей шынашақ былай бір мезетте істеу керек өстіп. Сол кезде біреу қалқап біреу бүйтіп істеуге болмайды, бір мезгілде міне осылай бір мезгілде екеуін бірдей қозғау керек. Сонда екі мидың арасында байланыс болады. Күнделікті осындай нейрожаттығулар немелер көп, соларды жасатса баланың ми бөлігін, екі ми бөлігінің дамуы және жылдам оқуына, сабақты жақсы қабылдауына осы әсер етеді екен. Жалпы менің ақпаратым сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Келесі жолы біз ана кітапты қалай оқуға болады, оны қандай 3000 сөзге дейін қалай оқуға болады, соны әдіс тәсілдермен бөлісетін боламын. Жалпы бізде ақпаратты қабылдаған кезде қайсысын алу керек, қайсысын алмау керек, оның да бір әдіс тәсілі бар. Адам туа сап ғалым болып сөйтіп туылып кетпейді ғой. Кітапты жылдам оқуда да әдіс тәсілі бар өзінің, қалай оқылатындығы, сол жайында айтатын боламын.